Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Сіздермен бірге Ауылбай Асеке. Бүгін 19 ноябрь 2023 жыл. Барлықтарыңыз білетіндей 2020 жылы үй салдыртып бастадық. Соның сыртын пеноплекспен қаптатып жатырмыз. Жұмысты жалпы октябрьдің аяқ жағында болуы мүмкін, немесе ноябрьдің бас жағында болуы мүмкін. В общем, екеуінің біреуінде бастады. Бірінші жұмысты басқа адамдар бастады. Ол адамдар енді біраз жүріп қалды, где-то бір аптадай ма, арақ ішетін біреулер ма, сондай болып шықты. Содан кейін екінші адамдарға бердік. Бүгін енді адамдар келген жоқ. Не себепті екенін білмеймін. Бірақ менің ойымша ескертіп, айтып, сұранып қалған шығар. Себебі енді адам болғаннан кейін неше түрлі жағдайлары болады. Соған байланысты болған шығар деп ойлаймын жалпы. Үйдің сыртына почти пеноплексті қаптап болды. Азғантай жері қалды. Міне үйдің мына бетімен келесі екінші бетін не істеп қойдым, мынандай қылып клейін жақты, сеткісін орнатып клейін жақты. Міне бітті. Міне үйдің мына қапталы, сосын үйдің ана қапталы бітті. Яғни клейін жағып бітірді. Сеткісін не істеп, сеткісін орнатып. Міне мына жақтың да сеткісін орнатып болды. Мынандай қылып аз-маздан мынандай қылып не істейді екен, клей жағып бітеді екен. Міне клейін жағып қойды. Енді үйдің алдын бітіргеннен кейін бұйырса полный затын бітіреді, клейін жағып бітіреді. Содан кейін дождигін не істейді, дождигін жағып бітіреді. Осындай хабар. Яғни ойбай, мына жерде шұңқыр бар еді. Сол шұңқырға видео түсіріп байқамай түсіп кеттім. Бір аяғым кіріп кетті. Сосын айтпақшы, күшік асырап алдық. Күшіктің аты Ақтөс. Ақтөс жүр, жерді иіскеп не істеп жүргенін Құдай білсін. Яғни жерден не иіскеп, не қарап жүргенін Құдай білсін. Видеоға түсіріп отырғанын білмейді өзінің. Менің үстіме қарай секіріп жүр. Ақтөс, Ақтөс, Ақтөс. Ақтөс төбелесуді үйреніп жүр. Ақтөс, 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 Ақтөс. Жақсы. Ақтөс қарағысы келмейді, бірақ менің аяғыма жабысып, аяғым тістеп жүр. Тағы да бір жаңалық. Қандай жаңалық? Екінші жаңалық. Екінші жаңалығымыз мынандай. Былтыр негізі ненің канализацияның тұрбасын былай алып келіп едік, мынандай қылып. Себебі септикті, яғни туалет ваннаның септигін мына ауланың ішінен, мына даладағы, яғни ауланың ішіндегі мына туалетке, туалеттің қасына істейміз бе деп ойладық, бірақ ол жағы қиын болып кететін болды. Жалпы сыртқа қарай шығарамыз деп шештік, яғни ауланың сыртынан септикті сол жаққа тастаймыз деп ойладық. Жоқ, ойлағанда солай ақылдастық осы жақында. Басында негізі мына жерден тастаймыз ба деп ойлап едік. Сосын кеше жақында даладан тастай қояйық деп ақылдасып келістік. Мына қоймай жүр, ойнап жүр. Адам аяғына тістеп, кәдімгідей батырып тістеп жүр. Сыртқа шығаратын болғаннан кейін, яғни ауланың сыртына шығаратын болғаннан кейін оны үйтіп не істегеннен гөрі сразу мына жерден неге мына жаққа бұрып алып келіп, оны қиналғанша мына жерден тіке қазып, зауырдан өткізіп
солай неге істемейміз деп жасадық. И мына жерді қаздық, канализацияның турбасын тастадық. Затымыз мынаяқта. Қазір мынау ашылды. Септигіміз әне. Септикті зорға деп бітірдік. В общем, кеше үстін құйдық. Септиктің крышкасы міне мынандай. Септиктің бетін өзіміз құйдық. Бүйтіп көрсетейін. Қандай жағдайлар. Мынау негізі бір кішкентай бачок, ішінде май бар. Түбін кесіп сап, осындай септиктің крышкасы алып қойдық. Мына жерлері май көрініп тұр. Ішінде май тұрды негізі. Солидол ма бірдеңе. Екінші жаңалығымыз осындай. Яғни екінші менің жаңалығым көрсетейін деген. Екінші жаңалығымыз бітті. Мұның несін алып тастаған деймін. Че-то жоқ, қыстырылып қалған екен. Тұр екен, қыстырылып қалған. Есіктің заты жасамай тұр мына жері. Мына тілі шықпай қалыпты мына жерде. Мына бүйтіп басқан кезде шығатын тіл ғой негізі. Кіріп шығатын тіл. Соны жасамай қалыпты. Осындай екінші жаңалығымыз. Сосын айтпақшы, тағы да мынандай жаңалықтар бар. Ал енді үшінші жаңалық. Октябрьде бітірдік жалпы. Октябрьде біткен зат. Енді октябрьдің аяқ жақтарында ма, орта жақтарында ма бітірдік. Штукатурка жасадық, мынау котел. Котелға есік орнаттық. Есікті сатып алдық мынандай. Енді мынау біреулердің үйінен шыққан есік. Сондай шыққан есік сататын жерлер бар екен, бушный. Штукатурканы мына жерге жасамадық, мына жерін майламадық. Мына жерін дұрыстап жіберу керек. Оны істеген жоқпыз пока. Енді асыққаннан кейін. Мынау бушный есік. Котелдің іші сыртын не істедік? Штукатурка жасадық. Міне котелдің іші міне мынандай. Мына жерде инструменттер жатыр. Сосын котелді қостық. Үйдің отоплениясын қосып қойдық. Жақында бір көп болса бір апта болған шығар қосқанымызға. Сосын бұл ненің котел өте мықты екен. Үйді кәдімгідей жылытып тұр. Төртінші неге қойғанда, төртінші скоростьке қойғанда котелдің несі жаңағында үйді кәдімгідей өртеп тұр. Подачны кәдімгідей өртейді, қол тигізбейді. Қазір нешеде тұр екен? 3-те тұр қазір. Бірақ обратка онда емес. Обратка тек жылы. Сосын мына жерде насосымыз нешеде тұр? Насос 3-те тұр. Кішкене конструкция, яғни ненің отопленияның конструкциясы қиындау болғаннан кейін циркуляция өте нашар болады екен. Сосын мына насостың әлі келмей тұр. Насос болмаса, өшем үйдің іші дұрыс жылымайды. Подача жанып тұрады, бірақ обратка қарамыздай болып тұрады, яғни мұздай болып тұрады. Сосын бұл насостың да жаңағыдай несі күші өте керемет түрлері болады екен. Мұны кішкентай не болғаннан кейін, насос болғаннан кейін бұның әлі келмей тұр. В общем, осындай жағдайлар. Қазір тағы да қандай жаңалықтар бар, соны айтатын болам. Сосын айтпақшы, егер де менің каналыма жазылмаған болсаңыздар, міндетті түрде каналға жазылып отыруларыңызды сұраймын. Сосын видеоға, яғни видеоларыма лайк басып, комментарий жазып,
достарыңызбен бөлісіп таратып отыруларыңызды сұраймын. Сосын туалетке де не істедік, яғни есік, бесінші квартираның есігі екен. Ақтөс далада қалып қойыпты. Ақтөсті ішке кіргізіп жіберейік. Кіре, Ақтөс. Ақтөсте қандай хабар бар? Ақтөс мә? Ақтөс берген. Ақтөсте ешқандай хабар жоқ. Ақтөс мәз. Адамның қолын тістеп, ойнап жүр қарына. Тойғаннан кейін. Жаңа сүйек саяқ жеп алды. Бар енді ары қарай барып ойнай бер. Біздер ютубқа видео түсіріп жүрміз. Адамның аяғының астына оратылып бұлда. Қазір енді үйдің есігі ашық болған болса, үйдің ішінде қандай хабарлар бар көрсетіп жіберейін. Үйдің іші свет жағамыз. Үйдің ішінде қандай хабар болып жатыр екен қараймыз. Короче, үйдің ішінің полын жуып тазалап қойды. Жалпы үйге кіре беруге болады. Үйдің іші барлығы нормально. Бірінші нені отоплениені түсіндіріп жіберейін, яғни отоплениеде не жағдай болып жатыр, сол туралы айтып жіберейін. Отоплениенің мына подача қысқа, яғни мына подача, мына баратын подача қысқа, мына баратын подача, яғни мына подача ұзын, уже обратка слабылау, яғни несі, жаңағы температурасы мынаяқтікі, мысал үшін ысылау болса, мынаяқтікі уже мұздай болғанда енді қанжылым. Сосын ненің, котелдің заты, яғни пештің скорысы азда тұр. Яғни түсінгендеріңіздей, мына бөлменің нелері, батареялары мұздай болғанда енді мұздайлау, себебі циркуляция өте нашар. Нашар болуының себебі не, насосымыз кішкентай болып тұр. Яғни әлі жетпей тұр. Мына бөлменің де отоплениясы не, тек жылы болғанда енді қанжылым емес, қанжылымнан кішкене нормально. Неміз кухня мынаяқтан басталады. Кухня жылы, яғни обратка кухнядан басталады. Кухня нормально. Одан кейінгі бөлмелер уже жаймен мұздай береді, яғни салқындай береді. Мынаяқтікі туалет ваннадан басталады, обратка. Бұл жердің обраткалары уже жып-жылы. Себебі жаңа айтқандай, бұл жақтың тұрбасы қысқа, анияқа қарағанда. Төртке қоятын болсақ, нені, котелдің жылдамдығын. Мынау туалет, анау ванна, яғни душовой. Туалет ванна жанып тұрады, яғни ыссы, төртке қоятын болсақ, кәдімгідей ыссы. Жылы леп адамның бетіне ұрады. Мынаяқта сондай. Мына бөлменің де несі, батареялары жанып кетеді кәдімгідей. Қазір 3-те тұрғанның өзінде нормально отыр. Үйдің іші жылы. Яғни осындай жаңалық енді, бұны жаңағы айтқандай басқа насос салатын шығармыз. Яғни насосын ауыстыру керек болатын шығар. Пока что осындай хабарлар. Басқа ештеңе өзгерген жоқ. Сосын айтпақшы, алдында бір видео түсірдім октябрьдің кезінде.
Мына жерде мынандай люстралардың несі бар. Мына люстраның парлары, мынау светильниктер, екі светильник. Мына жерде включатель тұру керек деп ойлап едім жалпы мен. Бұл жерде включатель тұрмайды екен. Мына светильниктің өзінде заты бар екен, тартатын заты бар екен. Мына жерде көрінбейді. Қысқа ол мына темірдің артында шығар. Мына темірдің артында болу керек. Шатаспасам солай болу керек. Міне тұр екен. Бірақ енді бұл жерде көрінбейді бұл. Міне. Осыны тартамыз екен. Сол кезде жарық жанады екен. Енді білмегеннен кейін неше түрлі заттар айта бересің ғой. Бірақ жаңағында екен. Яғни мына шамдарды жақу үшін мына жерге включатель қажет жоқ екен. Өзінің заты қосатыны өзінде болады екен. Өзінде екен. Сонымен бүгінгі айтқым келгені, көрсеткім келгені осы. Алдағы уақытта тағы да басқа да жаңалықтар болып жатса видео форматында көрсететін болам. Яғни тағы да видеолар шығаратын болам каналға. Соңғы кезде каналмен айналыспай кеттім. Себебі уақыт жоқ. Физически қозғалғаннан кейін, жұмыс жасағаннан кейін уақыт болмай жатыр, яғни видео түсіруге. Сонымен видеоны аяқтаймын осы жерден. Егерде бұл видео сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде видеоға лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, әртүрлі әлеуметтік желілерде достарыңызбен немесе тағы да басқа адамдармен бөлісіп таратып отыруларыңызды сұраймын. Сонымен келесі видеода кездескенше.